Сәлеметсіздерме, кітап сүйер достар. Менің атым Қамбар Раяна. Мен Ортабай Ағыбай ұлы атындағы жалпы орта мектебінің 1-ші сыныбында оқимын. Мен сіздермен таңғажайып хикаялар кітабымен бөліскім келіп отыр. Бұл кітапта сұлу қыз бен құбыжық, қызыл телепек, бұлбұл ертегілері бар. Сұлу қыз бен құбыжық хикаяларын ертегісін айтып беремін. Ертеде бір бай саудагер болыпты. Ол саудагердің 3 қызы болыпты. 3 қызын бар байлығынан артық жақсы көреді. Бір күні саудагер бөтен елге саудамен кетуге барады. Сосын қыздарым, мен сендерге саудаға баратырмын, сендерге не әкеп берейін дейді. Ал қыздарынан ең үлкен қызы: әке, маған ойыншақ әкеп бер дейді. Екінші қызы: әке, маған алтын тәж әкеп бер дейді. Үшінші қызы, кіші қызы: әке, маған аман сау жетсеңіз, сол да жетеді дейді. Қызына саудагер: қызым, айтшы, саған да не әкеп берейін дейді. Онда маған раушан гүлін әкеліп берші дейді. Одан кейін саудагер жұмысына кетіп қалады. Одан кейін ол жұмыстары біткен соң келеді. Қыздарының үлкен екі қызының айтқан нәрселерін табады, ал кіші қызының айтқан нәрсесін таба алмай қалады. Ол жерде бұндай гүл өспейді екен. Сосын саудагер қайтып баратқан жерінен бір сарайды көреді. Сол сарайға кірсе, ішінде ешкім жоқ, айқайлайды, ешкім жоқ. Сосын ол жүріп келе жатады, бір бөлмеге кіреді. Ол бөлмеде тамақтар өте көп болады. Қарны ашып тұрған ол саудагер сол тамақтарды жейді. Одан кейін ұйқысы келеді, ұйықтайды. Одан кейін барып таң атады. Екінші күні ол бақты аралауға шығады. Бақты аралауға шыққан кезде ол бір раушан гүлдерін көреді. Ол жердегі раушанның ең әдемі түрін жұлып алады. Одан кейін оны көрген құбыжық: сен неге менің бағыма ұрланып кіресің? Мен саған жаным ашып тамақ бердім, өз бөлмемде ұйықтаттым, сен енді бұлай ұрлыққа түспе дейді. Одан кейін саудагер жалғыз қыздарыма арналған сый деді. Оны бір уақытқа жібере тұрды. Қызына раушан гүлін әкеп береді. Одан кейін қызы мен әкесі ана құбыжықтың сарайына барып, құбыжық айтады: бұл жерге сен өз еркіңмен келдің ба дейді. Ал қаншайым я дейді. Одан кейін олар құбыжық оған бүйтеді саудагерге: сен маған қызымды бересің, әйтпесе басыңды шабылам дейді. Содан кейін саудагер қызын береді. Бір жыл өтеді. Одан кейін ол құбыжық оған: маған тұрмысқа шығасың ба дейді. Ал қыз болса: өз еркімен беріліп шықпаймын дейді. Одан кейін ол: мені әке-шешеме апар дейді. Одан кейін оған айнадан әкесін көрсетеді. Бір қараса, әкесі сырқаттанып қалады екен. Мені дереу әкеме жеткіз дейді. Оған бір жүзікті береді. Ол жүзікті тағып қалғанда сен әкенің алдында боласың дейді. Бірақ 5 күннен кейін келуің қажет дейді. Одан кейін жарайды деп қаншайым ол жүзікті киіп қалып, әкесінің жанында қалады. Содан кейін оны қызғанған әпкелері сіңілін жібермеуді ойластырады. Одан кейін қыз ұйықтап жатқан кезінде түсінде
ханзаданың анау ханзаданың өліп жатқанын көреді. Одан кейін дереу жүзікті тағып сол жаққа барады. Қараса, құбыжық өліп жатқанын көреді. Өліп жатқан кезінде ханшайым оған өлме, мен саған ғашық болдым, өз еркіммен саған үйленемін дейді. Одан кейін құбыжық өзінің айтқанын айтады. Мені бір зұлым әйел мені құбыжыққа айналдырып жіберді дейді ханзада. Одан кейін екеуі үйленіп бақытты ғұмыр кешеді. Мен осы кітаптан ханшайым мен құбыжық ертегісінен көп мағлұматтар алдым. Осы кітапты мен оқыған сәтте жаныма бір берік ұстағандай болды. Мен барлық достарымды кітап оқуға шақырамын.